Мен таңғаламын. Түркістанда Венецияның не керегі бар? Бізде инфраструктуралар аз тозығы жеткен, мен кейде қорқам, осы кешегі ана Қызылағаш, Көкпекті ол сигнал. Бізді орталық Азия елдерді біріктіретін де соғыстыратында су, өзен. Бір апта не болмаса, су болмаса, сен мұнайыңды апарып әшейін бересің су берді. Бастағы су ішеді, аяқтағы у ішеді, біз қазір ушып отырмыз. Кез келген мемлекеттің несі жер, су, ауадан тұрады. Жер мемлекет болғаннан кейін белгілі шекарасы белгіленген жер жерге қозғалмайды. Ал су ол үнемі қозғалыста. Динамический не. Ауа енді екі бастан. Сол себептен кез келген мемлекеттің, кез келген ұлттың, кез келген халықтың сумен қамтамасыз етуі. Ең бай елдер, мен ойымша, су шешемде, суға бай ел. Біз қазір мұнайға байымыз, менделейтін барлық элементтеріне байымыз деп мақтанамыз, бірақ олар сусыз ешқайсысына біз қолымызды жеткізе алмаймыз. Сол себептен неге келген бұрынғы жауынгер ахан Махамбеттің айтқаны бар ғой. Еділ үшін егестік дейді, жайық үшін жандастық, қиғаш үшін қандастық дейді. Сол себептен ата-бабамыз бұрыннан сол суды бағалап, өзен бойын не қылып, соны қорғап, содан су алуды білген. Қазақстан территориясы 8 бассейн бөлінеді. Бассейн неге бөлінеді десе, әр өзеннің өз су жинайтын аумағы, ауданы болады. Ол ана өзенмен байланысты бір бассейн. Оңтүстікте Шу-Талас бассейні, Шумен Талас. Сосын Арал Сырдария бассейні, Іле Алакөл бассейні, солтүстікте Ертіс бассейні, мына жерде Есіл бассейні, Қостанай Тобыл бассейні, неде батыста Жайық бассейні. Бұлардың барлығына су біз төменгі жағында жатырмыз. Барлық жағына, ал жалғыз ғана бір бассейн бар, Нұра Сарысу дейді, ол өз аумағымыздың ішінде. Оның су көлемі, оны айтарлықтай дейміз. Мысалға, қазіргі таңда енді әртүрлі деректер бар, оның неге олай болып жатқанын кейіннен айтам. Әр жылғы судың көлемі, жер беті судың көлемі, бір 100 текше километр саналады. Соның жарысына жуығы сол неден келеді? Басқа елдерден келеді. Басқа елдерден келеді де, жарысына жуығы сол өз аумағының ішінде құралады судың көлемі. Енді айтатын жағдай сол жарты ең су тапшы, су қажет аумақтарға сол неден келеді? Басқа елдерге келеді. Қырғызстан Шу-Талас бел әсіресе, оны айтып өтем, қиын болып баты. Арал Сырдария, екі басын бұрыннан білесіздер. Жайыққа Ресейден келеді. Сырдарияға жағына Қырғызстан, Өзбекстаннан келеді. Ілеге Қытайдан келеді дегендей, Балқаш, Ілеге. Сол ең су тапшы, бұлайынша адам басына шыққанда, су көлемінің ең тапшы, мысалы адам басына шыққанда, суды потреб, осы мұра не, осы есіп Нұра бой есептеледі, бірақ бұл жерде суармалы жер жоқ та, ондай жоқ. Сол, мысалға 100 текше километр ердің жылда экономика пайдаланатын 24 километр деп өте береді, текшенің көзі түсіне беремейді. Соның 67-70%-ға жуығы ауыл шаруашылығын пайдаланады. Ол дұрыс цифр өткен себеп, халықаралық көрсеткіштер де сондай. Сосын 15-16 неде, сосын өнеркәсіпте, сосын 1 миллиард куб ауыз суға, коммуналдық неге, сосын қалған балық шаруашылығы неге бар, пайдалана береді. Сол 16 куба километр ауыл шаруашылық пайдаланудың где-то 80-90% оңтүстікке пайдаланылады. Мен өткенде бір анализ жасап көрдім. Қазір 19 миллион халықпыз дейміз ғой. Соның 10 миллионнан асасы 60%-ға жуығы бізде суармалы жерде орналасқан халық. Ең суға тапшы, суға қажеттілігі жоғары жол осы оңтүстік облыс бірінші. Содан кейінгі екінші батыс Жайықтың бойы. Ал ең су көп не бұл мынау шығыс Ертістің бойы. Ертісте бізде мысалға Ресеймен жасаған нелеріміз бар, келісімді су бөлуде біз өз
тиесілі суымызды 12 кубик километр суды пайдаланбай әрмаға Ресейге жіберіп жатырмыз. Атақты жаңа Қаныш Сәтбаевтың мына канал. Бұл каналдың мысалға, каналды ертістен мына Қарағандыға дейін тартты. Болашақ ол Совет үкіметі кеңеске тұрғанда ол Жезқазғанға дейін барып кетті әрмен қарай трубамен. Өйткені сол жерде өнеркәсіп дамыды ғой. Осы не? Сол мысалға 170-200 шақырымдай жер 500 метр жерге суды көтеріп апарыпты. 22 насос станция. Бұндай гидротехникалық құрылыс несі әлемде жоқ. Ол өзі 60 жылға жоқ ешқандай несі жөндеусі несі жұмыс істеп тұр қазір. Бүкіл Қарағанды сумен қамтамасыз. Екібастұз суды ол жақта өнеркәсіп, солардың бәрі сумен қамтамасыз етіп тұр. Біздегі барлық осы 8 бассейндегі нелердің судың көлемі гидротехникалық құрылыстар салып реттелген 90%-ға, 91%-ға. Қазір енді соңғы кезде шығып жүр, оны мен қате деп ойлаймын. Жіберміш су қоймасын саламыз, жаңадан не қыл деп. Қазіргі тенденция мынадай, әлемде, жақында Еуропада бұрынғы кейінде салынған сол гидротехникалық су қоймаларын, гидротехникалық құрылыстарды керісінше жойып жатыр. Не қылып жатыр, өткен себебі экологияға әсер етіп жатыр да. Экология, ол кез келген гидротехникалық құрылыс, инфрақұрылыс, ол өзіңіз білесіз, экология қоршаған ортаға қол соғу. Сол себептен қазірге мысалға сол жіберміш су қоймасының тізіміне қарағанда ішінде бір 2-і ғана мүмкін салуға болатын шығар деп ойлаймын өзім маман есебінде. Қалғаны ешқандай қажеттілігі жоқ. Арал бассейн, Сырдария Арал бассейн, Шу-Талас бассейні бойынша 92 жылғы келісім бар су бөлдері. Өзбекстан бар, Қырғызстан бар, Қырғызстан газ қаспай. Сол неге негізделіп жасалған? Кеңес үкіметі кезінде схема, генеральный схема деп бас схемасы суды пайдалану, схемасы жасалып, ол құжат кеңес одағының госплан дейді, Байбаков деген ол. Соңы документ болған, олар неден үкіметтен жоғары тұрады. Сол стратегиялық құжатпен соны негізге алып, біз осы күнге дейін 30 жылда сол әйтеуір жақсылы жаманды суды бөлісіп, соған аналар бағынып отыр. Бұлайша егер кәріз неге келіп қалсақ, демей-жемейін кеше Сардоба сияқты не қылғанда нота халықаралық сотқа не берсек, ол жоқ мемлекеттің сызбасымен, схемасымен біз жұмыс істеп отырмыз. Олар біз жеңе алмаймыз. Кеше Сардобамен еш нәрсе істей алмадық. Осы Мырзағали министр кезінде сол өзім ұсыныс жасап, жаңа су кодекс жазуымыз керек деп соны бастағанбыз. Соған осы 2023 бірінші қаңтарына дейін мен бір халықаралық не арқылы қатысып, мына жерде фирмен жаздық. Осы сол жаңағы документ, госплан документ генеральный қайтадан жасалу керек. Ол біздің мемлекеттің жоспарлау бағдарламасында стратегиялық құжаттар қатарына кіру керек. Өкінішке орай, осы бірінші қаңтардан бастап ол жұмыс тоқтап қалды, мен білмейше, бұлайынша мен хабарласып тұрам, біреулерге не қылып, қазіргі басшылар бұл су кодексін жазуға жаңа көзқарас керек. Сол себептен жас эксперт, жас сарапшыларды алып келді, тартыңдар депті. Енді біз жасқа жатпаймыз. Қазір қай әкім күшті сол суды бұрып алып отыр. Мысалға, Сырдарияда, Түркістанда Венеция салды. Мен таңғалам. Түркістанда Венецияның не керегі бар? Венеция Италияда су не қылып, су көптігіне жасады ғой. Қандай? Сосын Түркістанда біз су туризмін дамытамыз дейді. Сонда жолдағы аралға барсаң суды бұрып алып сол жаққа жіберді. Ол кезде ол әкім күшті болды, ол кезде мына Қызылорда облысының әкімшілігімен онымен ешқандай санасқан жоқ. Мен ойымша, өзбектермен өзбекше сөйлейді. Қазір орысша олар сөйлеспейді, союздан кеттік. Өзбектермен өзбекше, қырғыздармен қырғызша, тәжіктермен тәжікше сөйлеседі. Ал біздер қазір барып ағылшынша сөйлесеміз олармен. Мамандар жоқ. Сол себептен қазіргі осыған дейінгі көп осындай талдау жасап не жүргенде мен мамандардың несін проблемасын екінші, үшінші орынға, бірінші орынға қойды. Осы себептен мен жасалып жатқан су кодексі қасында ирригация және дренаж заңын қабылдау керек. Көп елде де бар. Қабылдау керек деп. Ол туралы мен ауыл шаруашылық министрінің мамандарынан шыққан, олар басын алып қашады. Онсыз біз суармалы жерді, 10 миллион халықты қамтамасыз ете алмаймыз. Судың қоры жылына айтып отырмын, өзенмен ағып айтып отырмын ғой. Су деген динамика, ол жылда өзгереді. Бірақ где-то айтып отырмын, шамамен 100
кубик километр су бар. Оның айтуынша 16 кубик километрі ауыл шаруашылығы. Оның 60%, мен ол каналды анау судың өзеніне шыққаннан кейін өсімдіктің мақтая күріштің несіне жеткен кейін 60% жоғалады. Бізде инфраструктуралы азық тозығы жеткен, мен кейде қорқам, осы кешегі ана қызылағаш, көкпекті ол сигнал. Сосын көбісі суды тариф көбейткен, суға ақша төлейміз деп ойлайды, суға төлемейді. Суды жеткізу қызмет үшін төленеді. Суды жеткізу үшін. Мысалға, жаңа айтып отырмын ғой, бір каналдың бойында бір шаруа болған оқиға, мен жолдас жігіт Қазақтың несі болды, сонда айтты. Ең аяқ жағында бір іскер жігіт бар екен да, Ресейге қауын қарбыз алады екен. Бірақ каналдың аяғында. Оған су жетпейді. Ол кезде судың бір текше метрі бір 70 тиын ба 60 тиын ба сондай болды. 70 тиын ба 60 тиын болды. Ана шаруа айтады, бөке деп айтады дейді. Мен 5 теңге дейін төлейін, маған тек суды жеткізіп берші деп айтады дейді. Басындағы 70 тиын ол құны жоқ та, ол ісінде дамытып атқан жоқ, суды қалай болып шашып атыр, неге не болған жоқ. Ал нағыз керек адамға біз жеткізе алмай отырмыз. Сол себептен жаңағы заңмен ол реттелу керек. Сонда ана заңға жазылу керек. Суғару график жасалды. Ең бірінші ана төменге жеткізеді. Сосын тағы бір заңды мен ұсынғаным, екінші өте маңызды ауыз су туралы заң қабылданған. Оны да министерствоның төрағасымен кездесіп ешкім қолдамайды, мен айтамын да, ит туралы заң қабылдап жатырмыз. Неге ауыз су туралы не? Мысалы, Әбіш Кекілбаевтың Шыңырауы деген несін білесіз. Ауылда бір құдық болған, бір құдықшы болған, ол тазартып тұрған. Оған ешкім түкірмеген, жауапты. Бәрі ешкім де қылмаған, қазір ол құдығына бәрі кезген адам түкіріп кетті. Сол сияқты қазір ауылда су жүйелері бар ғой. Колонкалар тұрады. Бір ішіп алған тракторист келіп бұзып кетеді, сосын бәрі күтіп отырған мемлекет маған жөндеп берсін деп. Сол қазір ауылдың несі. Оған ешкім жауап бермейді. Сол себептен мен былай ұсынғаным, мына ауыз су туралы не қабылдап, мысалы ауылдың бір ауылдың ішінде, мысалы біздің ауыл Жалаңтөс ауыл дейді. Оған дайын мысалы халықпен сөйлесіп көр. Жалпы солар меншігіне беру керек та бүкіл. Мысалға 100 миллион тұра ма? Мысалға деймін да. Соны 1 миллионнан бөліп беру керек әлгі. Сосын айту керек, сенің мына ішінде үлесің бар. Сен ертең үйіңді сатып кетсең, сен үлесіңді онда сатасың бірге. Сонда іштеріне бір адамды қояды. Жаңа колонканы ешкімді бұзғызбайды. Өйткені олар меншік, адам деген өзімдікі дегенде өзі қара күшім бар дейді ғой. Ал мемлекеттің несі, міндеті. Ауылдың шетіне жаңағы су жинайтын башня дейді, мұнара, су тазарту, сосын оның санитарлық қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Қалған ауылдың ішіндегінің бәрі соның бәрін заңмен келтіру керек. Соны айтсам түсінбейді. Сосын мынау кәріз дейді, канализация дейді. Біз 21-ші ғасырда жаңағы пәленбай елдің қатарында кіреміз дейміз. Білесіздер, ауылдық жерде ол кәрізгі жоқ, әркім өзіне септик қазбақ жерді бәріміз білмей қалды. Соны реттейтін сондай заң, бөлек заң қабылдау. Сосын үшінші заңда, ол заң айтқанымызға айта шамалап айқартайды. 25 жыл болғанша 20. Мына гидротехникалық құрылыстардың қауіпсіздігі туралы заң. 2008 жылы осыны біз 2008-де ол кезде сол Реапов біресе біз ұсыныс жасадық, заңдарды дайындап, сосын жаңағы салааралық комиссия бар, соны қара 2008-де сосын неде комиссия бар, МКК дейді, әділет министрлігі, соны бардық жаңағы Реапов. Күлді соны барлық. Мүмкін әрбір шалшыққа заңға жүруіміз керек, анау үшін оны негер бәрі су кодексіне кіргізеді. Сонымен қауіпсіздікті су кодексіне кіргізіп жіберді, жаңағы мелиорация да су кодексіне кірді, ол бірде-бір нормасы жұмыс істеген. Өйткені су кодексі басқа оның емес. Ол заңға мысалы ақсақалдары жаңағы Қыпшақбаев бар, Реапов бар, Кеншин бар, Атшабаров, Аманбек Мырзахметович Рамазан бәрі дайын отыр. Ақылымызды айтамыз, жазамыз, көмектесеміз енді. Не қылып тұрған? Былтыр ана су кодексінің концепциясын заң бойынша оның алдымен концепциясы қабылдану керек. Соны жасап, жоғары деңгейде өткізіп, әділет министрлігіне оны бекіттік. Енді соның бәрін бекітіп не қылғаннан кейін, енді ана неңде несіне мен де не қылған жоқ, қазір өздері тұр, жаңа көзқарасы бар, жастар іздеңдер солар. Бір гектар мақтаға, мысалға,
ғылыми дәлелдеу бойынша 7,5 мың текше метр су керек, бірақ нақтылай 12 кетеді. Күрішке мысалға 15 мың текше метр су кетеді деп есептейміз, нақтылай 25-30 кетіп жатыр. Соны біз 1 гектарға қанша, 1 гектар мақтаға, 1 гектар күрішке, 1 гектар қауын-қарбызға қанша су керек деп не қылмаймыз. Біз 1 текше метр суға қанша мақта өндіреміз. 1 текше метр, керісінше. Сонда жазған су көп. Жаздырған, оны алып тастады. Онсыз біз суды үнемдей алмаймыз. Сонда бір ашки шығару үшін мынаған қанша су керек, сөйтіп. Барлық норматив құқықтар, от жаңағы барлық нені бассейнге, басқаруды бассейнге беру керек те, а вот нормативный құқықтардың барлығына министерство, комитет осымен айналысу керек. Ғылымдарды тарту. Қазір болып отқан жағдай өте қарын ашты. Ұялам, Африканы Сенегалдан келіп суды қалай бөлісу туралы үйретеді. Сенегалда. Европа, соның бүкіл ана Рейні бар, Одері, қаншаға не болды? Соның 70-80 жыл барған. Келісімге қол келген, қазір оларда таза несі. Соған біз өзіміз бастама жасауымыз керек. Ағайындар, біздің президент бастап, ағайындар отырайық. Бізді орталық Азия елдерді біріктіретін де соғыстыратында су, өзен. Осыған ешкімді қатыстырмай өзіміз келісіп, конвенция не қылайық, әркімге жауапкершілік, әркім не сосын. Оны не қылу үшін, мысалы қазіргі жаңа ағылшынша сөйлесетіндер не қыл дейді. Біз оларға мұнай бермей қоямыз, біз оларға бидай бермей қоямыз, біз жол жауып тастаймыз. Мен айналайын деймін. Мұнайды олар мұнай сатып отқан халық ел көп қой, табады. Жолда не арқылы шығады. Бидайды қазір Украинамен бидайын қайда жіберген білмеді. Бір апта не болмаса, су болмаса, сен мұнайыңды апарып әшейін бересің су берді. Сол себептен оларды сол жаңағы конвенция арқылы анау жалпы ортақ бір ірі жобаларға қызықтыру керек. Ұсынған мені. Ирригационный Ташкентский не деген институты неде бір Орта Азияға орталық бір оқу орнын ашу керек. Сонда қырғыз, өзбек, қазақ неге бір партада отыру керек, бір комната общежитиеде тұру керек. Сонда бір-бірін түсінеді. Білесіз, студенттік достықтың қандай болатыны? Бұл су мәселесі, суда әділ шешу мәселесі ең бірінші адамдардың қарым-қатынасынан басталады. Кіші Аралда оның жобасымен айналысқанбыз, қазір де айналысып жатырмыз. Ең бірінші жобаны қай жылдары осы біздің кезімізде бітірдік. Үлкен резонанс болды. Әлемде үлкен резонанс. Кіші Аралды құтқарып қалып, анау Балқашқа, Қостанайға көшіп кеткен балықшылар қайтып көшіп келді. Арал өзім сол жақта келдім. Почти барлығы көшіп келді. Қазір балық шаруашылығымен айналысып жатыр. Кіші Аралды құтқарып қалдық. Ең бірінші оны құтқаруды мен Қызылорда су құрылысы мекемесінде істегенмін. Соның Морозов деген, Бозғұлов деген ақсақалдар о дүниеге болып кетті, иманды болсын. Солардың жөсен жаңағы халықтық жоба деп, неге үлкен арал ағаш жерді бөгедік та, қолдан жасап проект. Ол суды келген Амудария жақтан су түспейді. Біз Амудария Сырдариядан түседі, қазір бір 3 кубометр түсіп тұрған. Соны жаңағы народ емес халық немен техниканы жинап, бөгеп, үлкен арал жаққа қарай кететін жақты бөгеп сөйтіп не қылғанбыз. Соны су жиналды да, ол енді жобасыз не істелді, судың екпіні бұзылып кетіп, 1-2 механизатор суға кетті, сөйтіп не қылды. Одан кейін сосын ол резонанс болды да, жоба дайындалды. Жоба дайындалып, РРСАМ дейінде, регулярный русло ирригации, САМ дейді. Сол дайындалып, сол жобаны, сол біз су ресурстық комитетте төраға мен басқарамасы сол кезде жүзеге асырдық. Ол үлкен жоба болды. Әлемдік резонанс алды. Аралдың халыққа қайтып келе бастады жаңағы балықшылар. Шетелдік телебағдарлама бар ғой бір, табиғат туралы. Жаймен өсімдіктің өсіп келе жатқан, жеделдетіп көрсетеді ғой. Мен таңғалғаным сол Кіші Аралды салып, жаңағы жобаны іске асырғаннан кейін, судың деңгейі көтерілгеннен кейін, енді жер деген тұз соры ол жақты біле шығар. Шөпте, жәндікте өспей қалды ғой. Сол судың деңгейі келгеннен кейін ең бір жер бет шыққан не екенін білесің бе? Тышқан. Тышқан, одан кейін шөптер шыға бастады. Как будто кино, замедленный кинодағыдай су деген табиғатты тез қалпына келтіреді. Оны қасиет.
тез қалпына келді. Көз алдыңызда жаңағыдай өсімдіктер өсе бастады, тышқандар жүгіре бастады, тіршілік бастала бастады да. Тіршілік бастала бастады. Халықтың жағдайы қазір Арал өңірінің балықшыларының әлеуеті жақсарды. Қазір мен сол жоба селіп жасалып жатқан жақта, сонда да іс-сапармен барып тұрамыз ғой. Барғанда халық балықшылар андай екі аяқты мотоциклдің аяғында коляскасы бар дейді, сонымен жүретін тұғын. Одан кейін барсам уже уазбен жүретін болды, қазір жіппен жүреді олар. Кәдімгі таяқ жіппен халықтың яғни әл-ауқаты жақсарды. Су бар жерде береке бар. Енді сол аралдың сол көтерген деңгейінің екінші кезеңіне қазір жобасына мен де қатысып жатырмын. Ряд жобасы бір ирандық компания. Ең бірінші осы екінші кезеңін мынау Қамбаш, он шақты көлді қалпына келтіріп, ол жерде деңгейін аралдың жиегіне әкелу құрылыстар сол жобаны 2000 алғаш жобасы жасалып неғып еді. Сол кезде бұлайша халықаралық заң бойынша ондай жобаны іске асырған уақытта ағыс бойынша төменде отырғанның жобасын жоғарыда отырған мемлекеттермен келісу міндетті түрде емес. Сосын бірақ ол кезде ол жоба не болды? Дүниежүзілік банкінің жобасы болды да. Олар енді су таласы жағдайын біледі, екі елді ұрыстырмас үшін өзбек ағайындармен келісу керек. Өзбек ағайындар келісім бермеді бізге. Біз айтамыз, келген суымызды пайдаланамыз. Жоқ, келісім бермеді олар. Білмеймін мен сол жерде. Сонымен 2012 жылы ол жоба тоқтап қалды. Бастағы су ішеді, аяқтағы у ішеді дейді. Біз қазір ушып отырмыз. Ал Өзбекстанда біз сияқты оларды багарын мынандай бос жатқан жер жоқ, олардың барлығы суармалы жер. Менің өзі отбасым, нелерім бәрі енді мақтан келмес, мен Қазақстанның болмаған жерім жоқ су жағын. Енді бәрі су маман есінде не қылады. Үйдегіде енді мен су маманы болғасын, олар да соған тәрбиеленген. Жуынып атқанда тек жуынған кезде ашып, суды уақытысында жауып, суды үнемдеуге артық судың да сұрауы бар дейді, судың құны болу керек. Қоғамдық сана сезімді ояту керек, оянды да деп есептеймін. Оған ең бірінші ояндырған су жеткізу құнының болуы. Қазір әрбір үйде счетчик бар, баяғыда. Бұрынғы норма счетчик кезінде адам басына 250 литр деп есептелетін. Барлық құрылыстар сөйтіп салынады. Қазір счетчикпен 50 литр не алады. Яғни халық, қоғам судың тапшылығын, судың құндылығын түсінді деп айта аламын. Маман есебінде. Өткен себебі маған маман есебінде кейде машинада барқанда су мәселесіге көп еститін болдым. Үнемдеу керек, суға бізге жетпей, су не қыл деген. Бұрынында осыдан 10 шақты жыл ондай пікір жоқ тұғын. Өте көп. Ол мына су мәселесі жесір дауы, жер дауы, су дауы дейді. Су дауы ауыл мен ауылды қырылыстырады. Бір арықтың бойында. Ағайын мен ағайынды ажырастырады суға таласып. Кейде ойлап қоям. Қазақстан бойынша бір үлкен бір сушыны сайлау керек деймін да. Ол министр де болмасын. Мысалға, сенатор төрағасы. Сол бас сушы. Бас мұрап. Мәжіліс төрағасы. Су мәселесі өте нәзік, дәл дипломатиятын қажет ететін. Су мәселесімен мамандар айналысу керек. Қазір бізді олар ана жерге барады, аудандық су бөлім бастығы болғаннан кейін ол бір үлкен билік басшысы, ол Құдайдан кейінгі Құдай болып тұр. Суды берем десе бере, жаңағы бірдеңесін не қылса береді. Ол жерге таза сушы, таза мұрап болып, мына төменгіден бастап айналайын ең бірінші суды анау ішу керек. Одан кейін сөйтіп не қылып бөліп беретін ондай мамандар жоқ, ол үшін сушы болып туу керек.